Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Python бағдарламалау тілінің 11-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз жиындар жайлы айтып кетеміз. Жиын бұл мәліметтер типіне жатады. Ол бізде орысша множество, ағылшынша set деп жазылады. И жиынның ережесі ол қайталанбайтын элементтерден тұратын мәліметтер жиынтығы дегенді білдіреді. Егер де бүйтіп қарайтын болсаңыздар, оны жариялау үшін мынандай set деген функцияны пайдалануға болады, немесе мынандай фигурный жақшамен осылай жариялауға болады. Қазір егер де мынаны біз қайталанбайтын деген сөзін түсініп кететін болсақ, ол бізде мынаны білдіреді. Бізде қазір қарайтын болсаңыздар, st былай жариялауға болады. Ішінде мысалға хай деген сөз болуы мүмкін, сан болуы мүмкін, немесе ол нақты саннан құралуы мүмкін. То есть егер де қазір мынаның экранға қазір шығаратын болсақ, бұл типін шығаратын болсақ, type. Осылай жариялауға болады, то есть нені жиындарды. Одан кейін екінші әдісі ол былай да жариялауға болады, set деймізде, и жақшаға алып мынандай қылып жазуға болады. Бірақ мына екі жазылған нәрсе бір нәрсені береді. Қазір экранға бүйтіп қарайтын болсаңыздар, мына класс set типі setке жатады, то есть и біз мынаны пайдаланатын боламыз. Мына үстіндегісін ең үстіндегісін сөйткен мына set деп жазған көп жазу талап етеді. Сондықтан оны бір-ақ қатармен ақ жазасаған дұрыс. То есть өзіміздің жұмысымызды оңайлату үшін set емес, мынандай қарапайым қысқа түрде жазылатын пайдаланатын боламыз. И мұнда қарайтын болсаңыздар, мына жерде фигурный жақша, біз естеріңізде болса, 10-шы сабақтама dictionary өттік, то есть сөздіктер жайлы. Оларда да дәл осылай фигурный жақша арқылы жазылушы еді, бірақ та бұның сөздіктен айырмашылығы сөздіктерде кілт және мәннен тұратын еді біздің тізім. Ал бізде просто мынау setта жай ғана элементтен ғана құралатын нәрсе. Сондықтан осыны екеуін шатастырып жүрмеңіздер. Мысалға мына өткен сабақта, 10-шы сабақты қарайтын болсаңыздар, мына оларда да дәл осылай жазатын, бірақ оларда мынандай қос нүкте арқылы кілт және мәнді жазатын еді. Ал 11-ші сабақта бұлда жиындарда олай қос нүкте арқылы кілт және мән емес, только бір-ақ элементтен тұрады. То есть бұл массив сияқты, то есть тізім сияқты. То есть біз егер қараңыздар, біз тізімді былай жазып кеткен едік. Егер де мынандай тізім хай 12-ні жазамда, мен қазір 0,125 жазсам, мына екеуі бірдей. Бірақ енді қараңыздар, мен қайталанбайтын деп айтып кеттім. Мына жерде бірінші сабақ қарайтын болсаңыздар, қайталанбайтын элементтерден тұратын мәліметтер жиынтығы. Егер де мен қазір мына жерге тағы да 12-ні жазатын болсам, қайталап, и мынада да 12-ні қайталап жазатын болсам, енді қараңыздар, мен біріншісінде тізімді экранға шығарамын да, екіншісінде мен уже set, яғни жиынды экранға шығаратын боламын. Енді мынаны қазір тексеріп қарайтын болсаңыздар, мына екеуі бірдей да, бірақ қараңыздар, мына жерде мынау тізімде бізде былай 12 саны 2 рет қайталанғанда, ол 12-ні 2 рет, как положено, 12-ні 2 рет бүйтіп шығарып тұр. Ал егер де мысалға мынау жиынды қарайтын болсаңыздар, оның ішінде де 12 2 рет кездескен, бірақ ол бізге экранға только 12-ні ғана беріп, 12-ні бір рет ғана беріп тұр. Егер бұның даже ұзындығында шығаратын болсаңыздар, қазір бұның ұзындығы 4 элемент емес, 3-ақ элементтен құралған деп тұрады. Қазір қараңыздар, length деген функция арқылы біз оның ұзындығын біле аламыз. Қазір егер де мынаның үстіндегісін қарайтын болсаңыздар, үстіндегі біздегі списоктың қате жазып жібердім. Енді қазір мына тексеріп қарайтын болсаңыздар, мынау біріншісінде 4 элементтен тұрды деп дұрыс көрсетіп тұр, 4 деген санды ұзындығын. Ал екіншісінде бізде мына жерде 4 элементтен құралған, бірақ бізге по-любому 3-еуін ғана шығарып тұр. Өйткені тізімдердің ішінде қайталанатын элементтер болса, онда оларды ол бір рет ғана оқиды да, бірақ бір элемент қылып қарастырып алады. Өйткені мына екеуі қайталанып келген. Ал бірақ мына 12 егер бүйтіп мынандай типі сәл басқаша болса, онда бәрі дұрыс болады. Өйткені ол бізде мынау 12 деген обычный str типті да, ал мынау 12 int типті, то есть бүтін сан, ал мынау жол болғандықтан бізге осындай нәрсе экранға шығарады. То есть
Енді бізде жиындарға қатысты функциялар бар. Соның жиынның әдістері оларға мына бірінші копи жазып копиді санасақ болады. Егер де бізде ls-ті екінші бір тағы бір листтің керек емес қой бізге уже. Біз сетпен жұмыс жасап жатырмыз, яғни жиынмен. И бізде қазір қарайтын болсаңыздар, мына мысалға мынандай high, потом барып бір любой бір сан болсын, и потом барып минус бір 5 болсын. Енді қазір мынаны қарайтын болсаңыздар, осының көшірмесін жасау үшін біз st2 деген айнымалыға осыны теңестіру үшін st.copy деген функцияны пайдаланамыз. И сол кезде бізде экранға мынандай нәрсе шығады, қазір қараңыздар. st1 мен st2-ның экранға шығаратын болсақ, міне екеуі бүйтіп бір-бірінің копиясы. Копиясы дегенде, яғни біздегі элементтердің көшірмесі жасадық. Біз мынау жиынның st деген жиынның st2-ге көшірмесін теңестіріп алдық меншіктеп міне. Келесі айтып кететін нәрсе ол жиынға жаңа элемент қосу дейді. Көшіруді өшіріп салайық уже. Егер де қазір мынаған біз минус 5-тен кейін тағы бір элемент добавить ететін қосатын болсақ, жиынға ол үшін біз st.add деген нәрсені пайдалану керек. Add деген қосу дегенді білдіреді, ағылшынша аудармасы. Егер де қазір мынаны тексеріп қарайтын болсаңыздар, міне уже міне 50 деген сан осы біздің жиынның ішінде жүр. Мынаны қарайтын болсаңыздар, егер де тағы да бір элемент добавить ету үшін дәл солай жазамыз да st.add и мына ішіне бір hello деп сөз жазсаңыздар. И оған қазір тексеріп қарайтын болсаңыздар, міне 50 де добавить етілді, hello деген де сөз де қосылды мына біздің жиынның ішіне, st дегеннің ішіне. И осындай жиынға жаңа элемент қосу үшін осы add деген добавить, орысша, қазақша қосу деген білдіреді. И одан кейін біз жиынның ішінен белгілі бір элементті өшіріп тастауға болады. Оны өшіру үшін мысалға remove деген функцияны пайдаланамыз да, и оның ішіне біз атын жазамыз. Именно сол элементтің бізде high деп тұр ғой, соны қазір жазатын болсақ, міне уже бізде мынау high дегенді өшіріп тастап, мына жерде міне high деген бар. Ал мынау экранға шығарған кезде уже жоқ. Егер де тағы да бір элементін өшіретін болсам, remove деймін да, мен ішіне -5 деп жазам. Сонымен қазір -5 өшетті, только бізде 34.075 деген ғана сан қалып тұр, мынау ғана қалып тұр. Өйткені біз қалған екеуін мынандай функция арқылы өшіріп тастап жатырмыз. Енді келесі айтып кететін нәрсе ол мынандай нәрсе бар, айтпақшы, мынау жиын элементі бар болса жояды, жоқ болса қателік шығарады дейді. Егер де қазір қараңыздар, мен st remove деймін да, сөйтіп мына жерге бір жоқ элементті жазатын болсам 3 деп ше, ондай элемент бізде жоқ қой. Қазір енді қарайтын болсаңыздар, мына key error деп ошибка береді. И бізде программа тоқтап қалады осының кесірінен. Мысалға мына ішіне мен hello деп жазатын болсам, ондай болса бұндай hello деген сөз біздің мынау жиынның ішінде жоқ та, соның кесірінен міне ошибка пайда болады. Міне 5-ші қатардан ошибка шығып тұр деп тұр. И ол жерде міне key error hello деп тұр. То есть бұндай тура кілттің атын білуіміз керек. Ой, кілт деген элементті білуіміз керек мына жердегі. И сондай мынандай ошибканы шығармас үшін бізге экранға біз мынандай discard деген функциясын пайдалансақ болады. Әдісін жиынмен жұмыс жасайтын. И бұл жерде мына discard деп жазатын болсаңыздар, енді ешқандай ошибка болмайды. Міне қараңыздар, біздің программамыз тоқтап қалмайды соның кесірінен. Егер де қазір бұның ішіне егер high деген сөз жазатын болсаңыздар, онда ол біздің жиынның ішінен сол high деген элементті өшіріп тастайды. То есть бұл тура remove пен discard екеуі бірдей жұмыс жасайды. Бірақ мына remove-та егер ішінде мынандай тура осындай элемент жоқ болса, онда ол ошибка деп шығарып тұрады да, программа істемей қалады. Ал мына discard пайдаланған кезде программа ешқандай ошибка бермейді да, бірақ просто мынандай high деген элемент жоқ болса да ешқандай ошибка бермейтін болады. Жоқ болса қателік шығармайды деп тұр. И осы remove пен discard екеуінің айырмашылығын біліп алыңыздар. Екеуі де бірдей, бірақ мынада егер ішіндегі элемент жоқ болса, онда ошибка шығарады. Ал ішінде мынау екіншісінде бар элемент жоқ болса да ошибка шығармайды ол. Бірақ екеуі бірдей функция атқарады. Келесі айтып кететін нәрсе ол clear деген. Clear ма? Clear деген қалай өз дұрыс айтылады әйтеуір.
И бұл нәрсе просто бізде мына бүкіл элементін жойып тастайды, мына жиынның барлық элементін жояды. Егер де қазір тексеріп қарайтын болсаңыздар, мына set деп просто пустой нәрсе шығарып тұр бізге. И енді келесі айтып кететін нәрсе тағы да жиындарды біріктіру деген нәрсе бар. Егер де біз мынаны қазір st1 деп теңестіріп аламыз да, и st2 деп теңестіріп алатын болсақ, енді осы екеуін біз қосуға болады. Мысалға hello деймін, и мынаған -5 деп жазатын болсам, и бізде келесі бір st3 деген жиынға осы екеуін қосатын жиындарды біріктірген екеуін осы екі жиынның қосындысын экранға шығаратын болсақ, онда қазір қараңыздар st3 деймін, и егер де мына union деген нәрсе мына екеуін қосады да, сөйтіп экранға бізге мына қосындысын шығарады. Бірақ мына жерде бір нәрсені ұмытып кетпеңіздер. Қараңыздар, бізде мына екі элементті қосқан кезде мынада да -5 бар, мынада да -5 бар. Бізде екі элемент қой. Бізде мынау st3 деген уже үшінші жаңа бір жиын құралғандықтан, оған осы мына екеуінің ішіндегі бар бүкіл элементті береді да, бірақ мынандай қайталанатын -5 пен -5 бізде қайталанады ғой. И соны біз просто біреу қылып алады оны. Егер де қазір мына ішіне тура мысалға 34075 деп жазатын болсам, и экранға шығаратын болсаңыздар, қараңыздар мына 34075 бір-ақ рет кездеседі. Хотя бізде мына ішінде екі жерде бар да, бірақ ол екеуін қосқан кезде бізге просто только біреуін ғана береді. Егер қайталанатын элементтерді олар біреу қылып қана алады. Ал егер де мына -5-ті просто мен бүйтіп мынандай кавычки алсам, ол уже бізге str-ға айналып кетеді. Соның кесірінен ол мына -5 дегенді шығарып тұр, и -5 шығарып тұр. Бұл жерде просто мынау -5 деген int типті айнымалы да, бүтін сан бұл жерде. Ал мынада жолдық типке жатады str-ге. Так что осы екеуін шатастырып алмаңыздар осылай жазылған кездері. И мынау нәрсе осы екі жиынды біріктіру үшін керек. То есть мынау екі жиын берілсе, соны біріктіріп жаңа бір жиын аламыз. Келесі айтып кететін нәрсе бізде тағы да жиында мынандай intersection деген нәрсе бар. Ол жиындардың қиылысы деп аталады. Сіздер жиынды математикадан бұрында өткен боларсыздар. Осы жиындар, мына программирование әлемінде де сол жиындар, осы жиындармен жұмыс істеуді осындай функциялар арқылы жұмыс істейтін боламыз. Қазір егер де мынаны орнына intersection'ды жазатын болсам, енді қазір мына тексеріп қарайтын болсаңыздар, мынандай нәрсе шығады. Бізде жиындардың қиылысуы мына екеуінде бар элементті ғана экранға шығарады. Бізде мына екі бірдей элемент, то есть мысалға екі жиында общий элемент только 34075 ғана ғой. И бізде жиындардың қиылысуы сол только 34075 ғана экранға береді. Егер де қазір -5-ті мен мынандай бүтін санға айналдыратын болсам былайынан, и енді қазір соны экранға шығаратын болсам, мен онда екеуіне ортақ элементтер 34 пен -5, 34 деп ғой, 3475. И -5 екеуі бізде екеуіне ортақ, мына екі жиынға. И осы екі элементті бізге intersection деген функция арқылы экранға шығаруға болады. Егер де қазір мен мысалға мынаяққа бір басқа бір -89 деп жазып экранға шығаратын болсаңыздар, мен онда ешқандай ештеңе өзгермейді. Өйткені -89-ды экранға шығару үшін біз мына жаққа да добавить етуіміз керек оны. То есть екі элементке ортақ элементті ғана шығарады ол. Міне екі элементте кездесетін элементтерді ғана, екі жиында кездесетін элементтерді ғана экранға, то есть шығару үшін intersection пайдаланамыз. Экранға емес, жалпы осындай жаңа екеуіне ортақ элементтерді алу үшін intersection деген функцияны пайдаланамыз. И оны былайынан да жазсаңыз болады. Мынау былай жазылған нәрсемен мынау және арқылы мынандай апостроф дейма өзі, қалай өзі мынау символ аталатын білмей тұрмын. И ол нәрсе мына екеуінің разницасы жоқ ешқандай. Қазір қараңыздар, мен st3 деймін да, и st1 мынандай жазамда, st3 деймін да, қазір мынаны комментарий қап сызсам, и ол да бізге дәл соны беру керек. Мына жерде st3 емес, st2 деу керек қой. Мына екеуіне ортақ элемент. Қазір енді тексеріп қарайтын болсаңыздар, мына екеуіне мына ортақ элементтер шығарды. То есть мынау жазылған нәрсемен мына екеуінің ешқандай разницасы жоқ. Екеуі бір нәрсені орындайды, просто әртүрлі способпен жазылады. Мына тексеріп қарайтын болсаңыздар, мына қазір мынаны комментарий қап тастаймын да, мынаны
мынау жәніндегі мынау үстіндегі мынау нәрсенің результаты еді. Қазір енді мынаны тексеріп қарайтын болсаңыздар, и бұл уже мына intersection деген функцияның результатын көрсетіп тұр, бірақ екеуі бірдей міне. То есть сіздер былай да жазсаңыздар болады, немесе былай жазсаңыздар болады. Былай жазған более оңай сияқты, то есть көп нені жазудың қажеті жоқ. И осы жиындардың қиылысы үшін осы екі функцияны пайдалануға болады. Одан бөлек тағы да келесі нәрсе ол жиындардың айырымы немесе айырылымы деген дұрыс па? Ну, то есть қалай болады ол орысшада? Разложение или... И осы нәрсе ол difference деген арқылы жазылады. Егер де мысалға қазір біз st3 тең st1 точка difference и st2 деп жазатын болсаңыздар, енді оны қазір экранға шығарып қарайтын болсаңыздар, мына хай деген сөз шығарып тұр. Өйткені бұл жерде ол только бастапқы элемент шығарып тұр ма? Тұра тұрыңыздар. Hello да шығару керек еді. По-моему, бұл мынандай деп береді ғой. Айырылымы. Қазір егер де мына ішіне бір басқа бір сөзді жазатын болсам, хай мен well деген экранға шығару керек. Я дұрыс мені. То есть мынау бірінші жиында кездесетін элементтердің только мынау екінші жиында кездеспейтіндерін ғана шығарады. То есть бізде қараңыздар мынада 34 3475 минус 5 8 9 деген мынада кездеседі. Содан соң бұларды шығармай тұр да, бізге только мына хай мен well ғана шығарып тұр. Мынау екінші жиынның ешқандай элементін алмайды, ол қосып ретінде. Өйткені айырылымы деген как бы алып тастайды ол бізде. Егер де қазір мынау 3475-ті мен бір 5 деп жазатын болсам, 5 емес, мақұл бір 10 деп жазатын болсам, и оны қазір экранға шығаратын болсаңыздар, мына үшеуі ғана шығу керек, мына high, well, 10 деген сандар. То есть мынау минус 5 пен минус 89, мынау st2-де кездескен соң оны экранға ол шығарып тұрған жоқ. И келесі айтып кететін нәрсе тағы is subset деген бар. Бұл нені береді? Мысалы қараңыздар, мынандай бір жиын кездессе 50, мына жағында 4, мына жағында 9 деген сан болсын да, и мынау екіншісінде де тәл сондай, бірақ 45, ішінде бір 50 деген сан болсын, одан кейін бар 4 деген сан болсын, одан кейін бар 9 деген сан болсын, мынау и мына жақта тағы да бір өзге де бір сандар болса. Енді қазір осыны мынау жиын, как бы мынаның бағыныңқы жиын ретінде бағыныңқы жиыны екенін тексеру үшін біз мынандай is subset деген пайдаланамыз. Бізде біріншісі st1 бізде subset болып тұр ғой. Ол бізге мынандайды ғана шығарады. Мынаны тексеру деп айнымалыға жазып алайық. И бұл только true false ғана қайтарады. Егер де осының мынау st1 деген мынаның бағыныңқы жиын екенін ма, соны тексеру үшін біз былай жазамыз. Қазір бұл жерде true шығу керек. Мысалы қараңыздар, true шықты. Егер де мен қазір мынаған тағы бір элемент қосып жіберсем, уже 7 деген. И ол кезде уже false шығу керек, мына false деген. Өйткені мынау ішіндегі мына бүкіл элементі, мынаның ішінде де болу керек. Қазір қараңыздар, мен мынада 7-ні өшіріп тастаймын да. И сол кезде мына қараңыздар, 54-9 деген дәл солай оның ішіне де kesеді. Егер мынау обязательно бірдей ретте болмау керек. Мысалға қазір 9-ды ең астына жазсам да, ол кезде де true шығару керек. Өйткені мынау 54-9 деген элементтер, 54 және 9 элементтері мынау екінші жиынның ішінде бар. И осының просто мынау is subset деген осының ішінде мынау жиын кездеседі ма дегенді тексеру үшін керек. Ол бізде true false қана қайтарады. Егер мынадан кездеспейтін болсам, мысалға қазір жерде жаңадан бір өзгеше бір элемент қосып тастайтын болсам, уже ол кезде false қайтарады. Дәл сондай функция, бірақ басыңқы жиын екенін тексеру үшін бізде былай істей саламыз. Мына жерде мына st2 ғой, бізде ең үлкен жиын, как бы супер деген. И осыны is super subset деп тексереміз. Ой, superset деп. И мынаған st1 десек, и ол кезде қазір мерде false шығыру, өткені 989 деген бізде мынаның ішінде 989 кездеспейді. То есть қараңыздар, мына 4 элементтен тұрса, оның ішінде мынау 50 мен 4 кездесіп тұрда, бірақ 9 кездесіп тұрған жоқ. Соның кесірінен бізде false қайтарып тұр. Егер мына 989 өшіріп тастайтын болсам, ондай болса 54-9 деген бізде
мынада міне 54,9 кездеседі. Содан соң бізге қазір экранға трюді шығару керек, мына трю. И осы жиындар сол үшін керек. Мынау жиынның қалай айтсам болады, осындай функциялар, осындай басыңқы жиын немесе бағыныңқы жиын екен тексеру үшін керек. Одан кейін барып frozen set деген нәрсе бар. Мен өткенде айнымалыларды айтып кеткен кезде мен осындай frozen set деген тип бар деп айтып кеткем. Ол бізде тура анау жаңандегі жиын сияқты жұмыс жасайды. Мысалға мына ешқандай разницасы жоқ. Главное мынада ғана разница бар. Егер де қазір қарайтын болсаңыздар, мынандай бір сандардан тұратын болса, мынандай бір жиыннан тұратын болса, біз мынадан frozen sеттің кәдімгі әші мынау сеттен айырмашылығын тексеру үшін ол кезде бізде просто мынадаған айырмашылығы бар. Мынандай әші мынау жиыннан frozen set деген жиынның айырмашылығы, ода просто өзгермейтін жиын, міне өзгермейтін жиын деп жазып қойғам. То есть біз бұған жаңадан элемент добавить ете алмаймыз. Егер де қазір мынаны жиынға қолданылатын ат деген элементті добавить етін болсақ, мысалға мен жерге hello деген сөзді мынаның соңына добавить еткім келеді деймін да, мен print деймін да. Енді осыны экранға шығаратын болсам, міне бізде уже ошибканы көрсетіп тұр. Асты ерелен қызыл сызықпен міне print десем, уже міне ошибка деп тұр. Қазір тексеретін болсаңыздар, міне атрибут frozen set дегенде ат деген нәрсе жоқ деп тұр, ат деген функция. И ол бізде ошибка беріп тұр, өйткені біз мынау frozen set деген жазылған нәрсені біз ешқашан өзгерте алмаймыз. Оны осындай басында жариялаған кезде ғана мәнін беріп кете аламыз да, одан кейін оның мәнін бере алмаймыз. Егер де қазір қараңыздар, мен бұған remove деп мынаның ішінде мынау -10 деген санын өшіріп тастағым келсе, оны біз өшіре алмаймыз, өйткені бізде frozen set өзгермейді ешқашан. И енді тексеретін болсаңыздар, қазір ошибка пайда болады. Ал әшейін мынандай сетта ол бізде өшіруге болады. Қазір қараңыздар, міне -10-ды өшіріп тастады, ал обычный set кезінде. Ал frozen set кезінде ошибка шығарады, міне remove деген атрибут жоқ деп. И осы set пен frozen sеттің айырмашылығы осында ғана. Так болды деймін. Бүгінгі сабаққа қысқаша осылай. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.